Оқтауды қажет етпейтін өте дәмді оңай медовый торт дайындаймыз. Ол үшін сары майды, қантты, балды ертіп аламыз. Үстіне бір пакет разрыхителімізді салып, осылай көбіктендіреміз. Ол суыған соң үстіне 4-5 жұмыртқамызды салып, барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. 2 стакан ұнымызды саламыз. Осындай сұйық масса шығу керек. Барлығын осылай күрекшемен пергамент қағазына жайып шығамыз да духовкаға пісіруге жібереміз. Творог пен қантты блендермен езіп аламыз жақсылап. Үстіне сливкемізді қосып, миксермен араластырамыз. Басқа крем түрін пайдалануға болады. Пергамент қағазын алып тастаймыз. Осылай 4 бөлікке бірдей етіп кесіп аламыз. Толықтай суыған соң үстіне кремді жағып, бірнеше бөлігін осылай рулет сияқты ораймыз. Қалған бөліктерін қолымызбен жабыстырып шығамыз. Қалған кремнің барлық жеріне жағып, холодильникке